күлім алаңдама тартынба, найзағайдай шындықты айтып жарқылда, қалай ғана өмір сүрдім дей алам, бір ауыз сөз қалмаған соң қалғымда. Заман қалай, адам қалай өзгерді, өзгергенді шүкір қазір көз көрді, арың менен ақиқаттың алдында шындықты айтып шыңғыратың кез келді. Айтсан анар момын қалып едік қой, сенгіштіктен қалай таяқ жедік қой, халқымыздың қамын жеген ұлдарын оғаламақ халық жауы дедік қой. Күні болған қазағымның сорлаған, қасіреттің қара бұлты торлаған, ешқашанда тарихында даламның кешегідей бұрыс кету болмаған. Әке тұрып сөйлеп кетті баламыз, ағайыннан алыс кетті арамыз, 3 миллион аштан өлген жарамыз, қалғанымыз қайда кетіп барамыз. Сеніп өскен халық едік малын-ай, малын алса қайтсын халқым налымай, Америка, Түркияға, Қытайға жетіскеннен шашылдық па тарыдай. Шұбарала болып кеткен тілдерің, айтатұғыны келді оны күндерің, тілің кетсе күнің қоса кетерін, қайран едім қалай ғана білмедің. Орысшала орыстарды таң қылып, ана тілін білмеу қандай заңдылық, жалпақ далаң өсер балаң тұрғанда, қазақ тілі жасау керек мәңгілік. Ауруың бірте-бірте асынған, қара ниет асып кетті қасқырдан, қай бабаңның дәстүрінде бар еді, ата-анасын интернатқа тапсырған. Өкініштен өксігімді басалмай, айту қиын ойды көзге жасалмай, бір азамат бір ауылды билеуші еді, қазір қалдық бір әйелден асалмай. Азаматтар қол бастайтын қаһарман, алқакөлдің ауруымен шаталған, бұл заманның қобыланды мен қамбары, оқ демей-ақ шығып жатыр қатардан. Бабамыздың биігінен аспадық, Құдайменен дінді жауып тастадық, маскүнем боп ұлдар түгіл қыздарың, ол аз болса наша шеге бастадық. Сәл кідіріп ойлаңдаршы әріден, қанша сәби өлді ұлы дәріден, қыздарымыз үйде отырып жүкті боп, бір жетім көбейді ғой бәрінен. Қайдасыңдар азаматым арысым, қайда кеткен қасиетті намысым, адам түгіл шырылдаған торғайда, жанын пида етпеуші мет балышым. Алған кезде бұл тоқырау алқымнан, жырдай болдық қайран қаба салтыңнан, қасиетті қыздарымның қылығы, арал болып, балқаш болып сарқылған. Миымызға өрмекші тор құрған ба, көрсе құрғып Құдай таза ұрған ба, қара көздер кімге ғашық болдыңдар, өз батырың, өз арысың тұрғанда. Намыс қайда, ұят қайда, ар қайда, бұның бәрі кеткенің ау шалғайға, бұл бетімен кете берсе ұрпағың, шал естілеу мәңгүрт болып қалмай ма? Дұрыс болмай замананың жетегі, еңіреген ердің толдау етегі, осылардың бәрін қосып ойласам, бас айналып көз бұлдырап кетеді. Қайран елім сорың енді арылар, күнім тудау ағымнан бір жарылар, шыдау шендер шыдан қаршы шырылдап, шындық жайлы айтатыным әлі бар. Туған елдің қазынасының бәрін ап, ұрпағымыз кейінемен жарымақ, полигон боп Абай Мұхтар жүрген жер, атым неге тек Семейде жарылады. Бұл сөзіме түсінер-ау есі бар, кімнің қандай алалмаған өші бар, ел жоқ күн жоқ туындыралар тұрғанда, сары алтындай сары өзектен ет бар. Мәз болмайық арқамыздан қаққанға, мәз болмайық жұлдыз әкеп таққанға, кімге керек жал мен жая жегенің, бауырларын қылтамақ көп жатқанда. Бауырларымыз жанымыз бір кемеде, мен ешкімге жүрген жоқпын сенеде, Лермонтов пен Пушкинді атқан жандарға, Абай деген, Семей деген немеде. Оқымаған биік Петр бабамыз, оқыдық қой неге саяз санамыз, асқынды ғой жарамыз. Ей бауырлар, қайда кетіп барамыз? Ақмоланың ұмыттық біз аттарын, Кереку мен Қызылжар ет мақтаным, орысша боп адам түгіл қалаңда, байқайсың ба қайда бара жатқаның? Қайран далаң өртесіңе нұр тұнған, қырағындайсың қанатыңнан қыртылған, мал өрісі аң мен құсың жоқ болды, миллион гектар жырым-жырым жыртылған. Асқар тауым, ақыл ойым, қорғаным, есіңді жи, ешкімге жем болмағын, есілерлер ертеңді де ойлаңдар, кімге керек бестің жақсы болғанын. Айтатұғын келді бүгін ақтаңдар, бәрін біреу береді деп шаттаңдар, бір қазақты үшке бөліп бүлінбей, қайран елім, бірлігіңді сақтаңдар.